Бәріңе сәлем достар, сіздермен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бүгін бізге жителдер вызов тастаған болатын. Бізге 24 сағат шеңбердің ішінде бола алмайсың деді, яғни маған жителдер. Ал мен оларға айттым, мен 24 сағат шеңбердің ішінде оп-оңай өткізе аламын дедім. Сосын жителермен бір стаққа бәстестік. Егер де мен ұтылатын болсам, мен оларға бір стак берем. Егер де олар ұтылатын болса, олар маған бір стак береді. Ал ендеше достар, өз ісімізге көшейік. Так, достар, бізде мұнда ағаш бар екен. Және де достар, біз кругтан шықпауымыз керек. Шықсақ, онда автоматически ұтылатын боламыз. Так, мұнда бізде сундукта заттар бар, ағаш. Так, Иджайт оны сосын сабаламын, почему-то маған костная муканың орнына сахар беріп жіберіпті, походу шатас кетті. Так, жителдерін тапсырма. Так, тапсырмалар. Саған тапсырмалар. Бірінші тапсырма шексіз генерация булыжник жасау. Екінші тапсырма агро егу, яғни жасау. Үшінші тапсырма 3 үй жасау. Сонда осы шеңбердегі выживанияны өтесін дейді достар. Так, сундукта ішіне қалып қоймап па? Сундукта ішіне қалмапты, кітапты ішіне сабыстайық. Так, үйді примерно осы жерлерге жасаймыз. Ал огородты да бірге жасай салайық үймен. Ал енді шексіз булыжникті жасау мына жерден бастаймыз. Так, осылай и осылай. Қазір достар, біткенде көрсететін боламын. Хотя қазір өз көздеріңізде жасайтын боламын. Так, достар, біз осылай бір блок қазамыз, сосын мына жерден 2 блоктан кейін тағы бір блок қазамыз. Сосын сол бір блок қазған жерге суды қоямыз. Так, достар, мен мұнда жүнді алып қойдым, тәсіне шерсті. Так, шерсті берік шарты жүн деген бір телестет. Алған себебім қазір лаван құйғанда ол бірге жан кетуі мүмкін. Мені достар, бізе бірінші тапсырма орындалды. Енді только ағашты кішкене добывать етіп алайық. Так, осымен примерно үйді жасауға болады. И огород. Кстати, достар, огородты жасауға болады. Бүгін мынада сажене түссе ғой, сонда тағы да бір ағаш шығушы еді. Так, достар, бізге сажене түсті ағаштан. Енді только бізге жайт огород сосын жасаймыз. Енді, так, не істесек болады қалған. Так, мынаны өртеп жүрмей ма? Так, мұнда огород істейміз ба? Просто үй мен огород мұнда сыймайды деп тұрмын да кішкене. Так, достар, біз не істесек болады? Наны істеу үшін. Бізге не верстак керек екен ғой? Так, верстак. Қойсай, бәсе. Так, верстак жасадық, енді сундуктың қасына қояйық. И енді өзімізге кирка жасау алайық, чтобы тасты добывать ету үшін. Так, мыналарды алыстаймыз и палканы қоямыз. Так, таяқты қойдық. Все, мына кирканыкі. И все, болды, кирка бар бізде. Енді мынаны добывать ете береміз. Так, давай, күйкетпе. Біреуін алдық. Так, екіншісі да күйкетпе. Алдық. Үшіншісі күйкетпе. Аламай қалдық, күйкетті. Давай, үшінші кимеді. Так, достар, біз жүрсе 5 булыжник алдық. И сосын айтпасы жителдерге барып костная мука алып алдым. Олар маған вообще қант бере саған ғой, оны мен не істеймін. Так, өз ағашым өсе бер. Так, әзірше ағаш өспей жатыр почему-то. Жарайды, өсер. Так, айтпашынан тағанса добывать ете берейік. Так, алтыншысы, давай. Жетіншісі, давай. Давай, 8-шісі, давай, күйкетпе. Күймеді, 9-шісі, давай, күйкетті. Так, достар, менде 39 булыжник бар, и менің киркам сынып қалды. Так, кішкене мұнан тазартайық. Тағы да сажене түссе, тағы да егеміз. Айтпақшы, достар, айтуымыз кеттім, менің ағашым өсті. Біреу түсті, даже 2. Так, бұл уже нормально. Так, давай. Так, вроде уже нормально дамыватыр. И давай, все, бізде 6 не бар. Ағаш, достар, енді только бізге
пшеницаның несі керек? Смена дейма, смена пшеница. Так, мына жерде бізде қызыл жерс болған. Так, оны атта кетпеу керек. Біреу түсті. Так, тағы да іздей салайық. Тағы да түсер ме екен? Так, қызыл неде аттамаймыз. Так, достар, бізде әзірше көп түспеді. Саженец, смена пшеница біреу ғана түсті. Қалғандарын не істейін десем, олар қалысты, ал бізге кругтан шығуға болмайды. Енді огород жасау керек. Достар, мен логикамды қосып кеттім. Бізге огород жасауда жетелер айтпады, мынандай ағаштан жасайсың деп. Оны доскадан да жасай беруге болады. Так, достар, мен уже огородымды болдым, және де жетелерден 3 шелек суды алып алдым. Ал енді, достар, мотыга жасауға көшіп жатырмын. Так, бізде тас атыралайды, мотыга жасауға болады. Так, енді не қойық, осыны енді өскен күтеміз. А то бізде одан басқа жоқ. Так, мына жерге егейік. 3 бар, так, мыналарды алып тастайық. Все болды. Енді, достар, бізге үй жасау керек, сонда біз автоматически өтеміз. Үйді, так, бастай берейік мына жерден. Так, И мында, так, чтоб ана ағаш бізге неме шететпес үшін осылай жасаймыз. Жетелер бізге айтпады, қандай көлемде үй болу керек. Главное, ұйықтауға... мына жерде орын бар екен ғой. Так, значит, мына жерден бастап жасаймыз. Так, уже үй, достар, бізде кеңейді. Так, енді мында бізге есік жасау керек. Так, достар, мұн жерді сындырамыз. Ойбай, так, стоп. Так, достар, мен есікті жасадым, тоқа қоя алмай қалдым. Все, болды, қойдым. Так, мұнда су жоқ почему-то, бақтан жерге тиіп тұру керек. Что за логика? Так, вроде мына жақтарын істеп біттік. Огород істедік. Енді үйді бітіру ғана қалды. Так, енді айтпақшы кіретін жерді істеу керек қой. Так, бірінші есікті қойып алайық. Енді естіп біт қалды. Так, ағаша өспеді. Жаңбыр жауып кетті. Ағаш өсті. Так, достар, сізде камера қосылы. Так, достар, бізде уже ағаш өсті. Енді только ананы бетіп добывать етіп алу керек. Уже жаңбыр басталып кетті. Так, достар, мен ағашты добывать еттім. Бірақ та, достар, менен бір қателік кетті. Менде булыжник бар екен, ұмытып кеттім. Сонда мен уже баяғыда точнее, заданияны бітіруші едім. И 64 изумрудымды алып, үйде қазір ұйықтап жатушы едім. Так, бұяққа, жайт бұяққа теспей қойық. Так, аяқты істеп тастайық. И соңғы штрих, все болды, үй дайын. Енді только тез бар. Так. Енді барып заттарды қойып ұйықтау ғана қалды. Так, достар, мен заттарды алдым. Енді мұнда, нені қойдық? Верстаки печка. Так, Так, енді кроватты қайда қойсақ болады? Кроватты сажать ету керек екен ғой. Так, төсекті жасадық. Енді қайда қойсақ болады? Так, мұнда қойық. И енді ұйықтап алу керек. Тағы да сәлем, достар. Бүгін бізде уже бір күн өтті, 24 сағат. Достар, біз официально мына ойында, точнее, челленджді өттік. Енді, достар, жетелерден 64 стак изумрудты алу ғана қалды. Ал, достар, сіздермен бүгін болғанмен Батыржан, сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы, достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.